Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып B2 құрылымы. B2 құрылымы тек осы шақта және өткен шақта ғана қолданылады. B2 құрылымы осы шақта am, is, are етістіктермен бірге жазылады, ал өткен шақта was, were етістіктермен бірге жазылады. Жалпы B2 құрылымының беретін мағынасы міндетті болған нәрсені істеу, немесе бір істі істеуге мұқтаж болу деген мағынаны қамтиды. Мысалға, I am to go to a dentist. Мен дәрігерге баруым қажет. Осы B2 құрылымының сөйлемде атқаратын бірнеше қызметі бар. Бірінші қызметі timetable. Яғни, біз кестеге сәйкес іске асатын міндетті болған іс-әрекеттерді сипаттау кезінде B2 құрылымын қолдана аламыз. Мысалға, the train is to leave at 4 p.m. Пойыз сағат 4-те жүреді. Келесі мысалы, when you come back, you are to write a detailed report. Сен қайтып келген уақытыңда сондай егжей-тегжейлі баяндалған есеп жазуға міндеттісің. Мұнда кестеге сәйкес адам сағат 4-те жүруге міндетті. Екінші қызметі forbidden, яғни біз тыйым салынған іс-әрекеттерді сипаттау үшін осы B2 құрылымын қолдана аламыз. Мысалға, you are not to smoke here. Сен бұл жерде темекі шеге алмайсың. Келесі мысалы, she is not to watch this movie. Оның бұл фильмді көруге хақысы жоқ. Енді үшінші қызметімен таныссақ. Impossible, яғни біз істеу мүмкін болмайтын әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау үшін осы B2 құрылымын қолдансақ болады. Мысалға, this amount of work is not to be done in 1 month. Мұна жұмыс көлемі бір ай уақытта істелініп бітпейді, яғни мүмкін емес. Келесі мысалы, my car is not to be repaired by the end of this week. Менің көлігім аптаның соңына дейін жөнделіп бітпейді, яғни ол уақытқа дейін үлгеру мүмкін емес. Енді төртінші қызметімен таныссақ. Destiny, яғни солай істеліну керек болған нәрселерді сипаттау үшін біз осы B2 құрылымын қолдана аламыз. Мысалға, I was to become a singer. Мен әнші болуым керек еді. Яғни, о баста менің тағдырыма солай жазылған деген сияқты. Осы B2 құрылымы сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Мысалға, болымды сөйлем. They were to witness Liverpool's loss. Оларға Ливерпулдың жеңілісін көру жазылған еді. Келесі мысалы, болымсыз сөйлем. I am not to tell the truth. Менің шындықты айтуға хақым жоқ. Әлде тыйым салынған. Келесі мысалы, сұраулы сөйлем. Is grandma to see her friends today? Бүгін апамыз өзінің достарын көретін бе еді? Яғни, көруі міндетті ме, солай болу керек пе деген мағынада айтылған. Бұл жердегі ескеретін жайт. Қараңыз. Сіз сөйлемді болымсыз сұраулы сөйлемге ауыстырған кезіңізде абай болғаныңыз жөн. Өйткені сөйлемнің мағынасы сіз ойлағаннан да қатты өзгеріп кетуі мүмкін.